Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіз танымдық каналдасыз. Брендтер тарихы айдарында сіздермен спорттық киімдер арасындағы номері бірінші брендке айналған Nike компаниясының шығу тарихы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Спорттық аяқ киімдерді алып сатудан басталған бизнес қалай небәрі жарты ғасыр ішінде $100 миллиард бағаланатын компанияға айнала кетті. Видеоны соңына дейін тамашалап, жауабын біліңіз. Nike компаниясы 1964 жылы 25 қаңтарда Американың Бивертон қаласында ашылған. Алғашқы атауы Blue Ribbon Sports деп аталған, ал 1978 жылы компания атауы Nike болып ауысты. Компания негізін қалаушылары студент Фил Найт және жеңіл атлетикадан тренері Билл Бауэрман. 1962 жылы Фил Стэнфорд университетін аяқтайды. Ол университетте орта қашықтықта жүгіретін атлет болған және бір сабағында мынандай мақала жазған екен. Жапондық аяқ киім немістің аяқ киімдерін, жапондық фотокамералар немістің фотокамераларын жаңартқандай жаңғырту жасай алады ма? Филдің бақылауынша, жапондық фотокамералар немістің фотокамераларын американдық нарықтан ысырып жіберген, ал жапондық аяқ киімдер Puma мен Adidasты тура солай нарықтан шығара алады ма деп ойланған. Немістің аяқ киімдері бағасы қымбат болғанымен, сапасы да соған сәйкес болған. Филдің бар ойы Жапониядан спорттық аяқ киімдерді әкеліп Америкаға сату болды. Кроссовкілерді алу үшін ол 62 жылы Жапонияға турист ретінде барып, елді зерттей бастайды. Кобе қаласында ол аяқ киім сататын дүкенді кездестіреді. Дүкен Onitsuka Tiger компаниясына тиесілі екен. Компанияның аяқ киімдері өте сапалы болғандықтан, Фил олармен келісімге келіп, Америкаға алғашқы болып жапондық аяқ киімдерді әкеле бастайды. 63 жылы Фил алғашқы 12 жоба аяқ киімдерді алады да, жолдың бойында көлігінде отырып сата бастайды. Аяқ киімдер тез сатылып кеткенімен, бұл стратегия ұзаққа бармайтыны түсінікті еді. Өз ісін дамыту үшін ол Орегондық университеттегі бапкері Билл Бауэрманға келеді. Билл Бауэрман жүгіру спортынан жақсы маман еді. Ол кезде Бауэрман Америкадағы танымал бапкерлердің бірі болатын. Оған Tiger компаниясының кроссовкілері ұнағаны соншалық, ол бірден Фил Найтке серіктестік жайлы ұсыныс білдіреді. 64 жылдың қаңтарында олар Blue Ribbons компаниясын ашып, $500 ақша салып, Жапониядан тағы да бір партия кроссовкілер алдыртады. Биллдің таныстарының арқасында бұл партияда бірден сатылып кетеді. Алғашқы жылы Blue Ribbon компаниясы $8,000 табыс табады. Бұл ақшаға Фил сатушы мамандарды жалдайды да 65 жылы табысты $20,000 өсіріп, Санта-Моникадан алғашқы дүкендерін ашады. Келесі жылы олар өздерінің алғашқы қызметкерлері Джефф Джонсты жұмысқа алады. Джонс Найттың университеттегі жүгіру жарыстары бойынша қарсылас еді. Ол аяқ киімдерді өзінің фургонына салып, қалаларды аралап сататын болған. Компанияны Nike деп атаған да осы Джефф Джонс болған. Өзінің айтуынша бұл атау оған түсінде келген. Компанияның атын Nike деп қояйық деген ұсыныс айтады. Ежелгі грек құдайы Никидің құрметіне. Сосын Фил логотип жасату үшін жақын маңдағы университетке барады. Ол көзіне тап болған алғашқы дизайнердің суретін таңдай салады. Ол Кэролин Дэвидсон еді. $35 жасалған логотип галочка түрінде шығады да, оны swoosh деп атайды. Қазіргі уақытта бұл әлемдегі ең танымал және бағасы ең арзан логотиптердің бірі. Фил бизнесті дамытумен айналысып жүргенде, Билл кроссовкілердің сапасын дамытумен бас қатырады. Ол тіпті жүгіру жайлы кітап шығарған. Билл Бауэрман Жапониядан келген аяқ киімдерді ашып, әр аяқ киімнің қалай тігілгенін зерттейтін болған. 1968 жылы Билл Кортес кроссовкілерін шығарады. Бұл кроссовкілер Мексикада өткен Олимпиада ойындарында хитке айналады. Осы кроссовкінің арқасында 1969 жылы компания $300,000 аяқ киім сата алған. Найт пен Бауэрман компания тек алып сатушы ретінде емес, өздері кроссовки жасап шығаратын бренд ретінде даму керек екенін түсінеді. Onitsuka компаниясымен келісімшарт 1972 жылы аяқталатын еді. Ал Кортес аяқ киімдерінің авторлық құқығы Бауэрманның атында болатын. Сондықтан оларда компанияны жаңа деңгейге шығару үшін біраз уақыт бар еді. Енді компания өздерінің атынан Жапониядағы өндірушілермен келісіп, Nike брендімен кроссовкилер сата бастайды. Бұл шешім де ұтымды болды. Егер 1968 жылы компания жылына $150,000 табыс тапса, 79 жылы жылына $140 миллион табыс тапқан. Яғни компания 10 жылда 100 есе өскен. 1972 жылы Билл Бауэрман Муншу деп аталатын кроссовкилерді нарыққа ұсынды. Бұл кроссовкилер нағыз революция алып келді. Себебі олар ұзақ мерзімге шыдай алатын және жазықтықпен байланысы жоғары деңгейде еді. Сондай-ақ Nike 72 жылы кроссовкилерді шетелге сата бастайды. Алғашқы болып кроссовкилер Канада елінде сатылады.
1976 жылы Монреаль Олимпиадасында жеңіл атлеттердің басым көпшілігі Nike-тің кроссовкилерін таңдайды. Компания жыл сайын өсе бергендіктен басшылық бірнеше маңызды стратегиялық шешімдер қабылдайды. Теннисші Джон Макенроймен келісімшарт жасайды. Балаларға арналған кроссовкилер шығарады, спортшыларға арналған киімдер шығарады. 81 жылы Nike Америкада ең көп сатылған кроссовкилер рейтингінде Adidas'ты озып кетеді. Ал қызметкерлерінің саны 3000-нан асып кетеді. 87 жылы аты аңызға айналған Nike Air Max кроссовкилері жарық көреді. Компанияны әлемдік деңгейге көтерген стратегия спорт жұлдыздарымен келісімшарт жасасу. Танымал спортшылар гольфист Тайгер Вудс, велоспорт жұлдызы Лэнс Армстронг, футбол жұлдызы Роналдо, баскетбол жұлдызы Майкл Джордан, ал 2010 жылы әлемнің шоқ жұлдызы Криштиану Роналдомен келісімшарттар жасалады. Баскетбол жұлдызы Майкл Джордан жарнамалаған Air Jordan кроссовкилері де аңызға айналып кетті. Бұл кроссовкилер 1985 жылы шыққан еді. Осындай қадамдардың арқасында Nike баскетбол әлемінде бірінші орында тұрған Converse кроссовкилерін ығыстыра алды. 1989 жылы Nike Америкада спорттық киім өндіретін ең ірі компания атағын алады. Ал нағыз бомба болғаны Just Do It атты жарнамалық маркетинг компаниясы еді. Бұл жарнамалық компания 1988 жылы басталды. Осыдан кейін компания Nike империясын құруға бағыт алды. Орегон штатында 53 000 шаршы шақырымды құрайтын әлемдік Nike орталығы ашылса, Портленд қаласында Nike қаласы деп аталатын дүкен ашылады. Билл Бауэрман 2000 жылы өмірден өтеді. Келесі жылы компания тек спортшыларға ғана емес, қарапайым халыққа да киім шығаратын болып стратегиясын ауыстырады. Олардың мақсаты және басты құндылығы спорт адамдардың өмірін өзгертіп, жаңа қадамдарға шабыт беруі керек. Осы мақсат үшін Nike халыққа арналған киімдер шығара бастайды. 2002 жылы Nike Converse компаниясының акцияларын сатып алады. Ал 2016 жылы Phil Knight өзінің автобиографиялық аяқ киім сатушысы кітабын шығарады. Ол кітапта Nike компаниясының оқиғасы толық сипатталып жазылған. Оқуға кеңес беремін. Бүгінгі күні әлемнің алпауыт компаниясына айналған Nike ең басында тек амбициясы жоғары студенттің идеясы ғана болатын. Phil Knight өз идеясын жүзеге асыра алды. Ол үнемі өнімдерін жаңартып, жақсартып отырды. Спортшылардың дәстүрлерін зерттеп, қажеттіліктерін терең түсіне алды. Әрқашан өз саласында революция жасауға ұмтылып, командалық жұмыстың арқасында бүгінгі күнгі нәтижелерге жете алды. Бұл шығарылым сізге ұнаса, видеоға лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз және видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода қандай компанияның тарихы жайлы айтып берейін? Комментарийге жаза кетіңіз.